Армысыздар, ардақ тағайын қадірменді ұлттық өнердің шын жанкүйерлері. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасында көкпардан ересектер арасындағы ел чемпионаты. Микрофон алдында Нұрсұлтан Құдайбергенұлы. Қадірменді ағайын, сіздер Қызылорда қаласында жалауын желбіреткен кезекті ел чемпионатын бәсекесін тамашалайтын боласыздар. Алдарыңызда Қарағанды және қадірменді ағайын Алматы облысының көкпар командасы күш сынасатын болады. Алматы облысының көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Қайыржан Сүлейменов, Асқар Оңғарбаев, Елдар Жиенқұлов, Анарбай Сариев, Нұрсұлтан Әбесов, Айбек Болатов, Миржан Мәтжан, Азамат Сейтқалиев, Сәбит Қасенов, Елдос Лебалдиев, Самат Жаманғара, Ардақ Мырзабаев. Команда жетекшісі Орынтай Өмірғалиев, команда жаттықтырушысы Берік Денгелбаев. Олардың қарсыласы қадірменді ағайын. Өздеріңіз білетіндей, Қарағанды көкпар командасы мына топта өнер көрсетпек. Бауыржан Төлеубаев, Мирам Төлеубаев, Мерген Мұсабек, Нұрлан Намысов, Ғалымжан Қантөреев, Нұрсұлтан Қантөреев, Шахзот Махмудов, Нұрсұлтан Қалабаев, Ерғалы Өсербаев, Жамбылбай Досалиев, Рамазан Шалғынбаев, Ербол Шалғынбаев. Осындай азаматтар бүгінгі бәсекеде өнер көрсетпек. Ал команда жетекшісі өздеріңіз білесіздер Қастаев. Ал команданың жаттықтырушысы көкпардың талай Нұрлан Намысов. Ал бүгінгі ортадағы төреші болатын төрешілер құрамы бұлар Арыскелді Байтасов және Қапталдағы төрешілер Амандық Қарабаев, Ерболат Балтабаев, Бейбет Салмаев. Осындай азаматтар төрелігін жасайтын болады. Алматы облысы осы өздеріңіз білесіздер, Жетісу жерінде жаттығатын жігіттер ел чемпионатында өте табысты өнер көрсетіп жүрген командалардың бірі. Ал олардың қарсыласы Қарағанды облысының құрама командасы да ел чемпионаттарында осы үздік үштіктің қатарына енбесе де, қазір күні осы ондықтың қатарында жүрген команда деп саналады. Бұны жалпақ жұрт жақсы біледі. Қазір мінеки әдегеннен Алматы облысының жігіттері серкені алуға тырысты. Кіші семлерде жатқан серкені бірінші болып тақымға басқан Алматы облысының көкпар командасы 4-ші нөмірдегі шабандоз қазір мінеки өзі көтеріп алып бірден Қайыржан Сүлейменовке серкені беріп жіберді. Бұл да әдемі тактика. Енді Қайыржан Сүлейменов өздеріңіз білесіздер, атақты байторымен өнер көрсетін шабандоз. Осы Алматы облысының көш басында жүрген талай сайыстарында алдына жан салмаған мықты тұлпарлардың бірі. Сол байторымен өнер көрсетті. Құлсары, одан кейін тағы біз ерекше атаймыз. Ал мінеки қазір Қайыржан Сүлейменов қарагер арғымағымен қазандыққа тамаша жақындаған сәтінде көріп отырмыз. Қандай әдіс жасар екен? Қорғаныста мықты, қорғаныста жаман емес. Өте керемет әдіс тәсілдерді өте тиянақты жасауда. Бәрекелді байқаймыз, тамаша салым. Мінеки, осындай құтты адамға жақын тұратын Қайыржан Сүлейменов алғашқы салымға ие болды. Қайыржан Сүлейменов 1988 жыл туған. Тұлпары байторы Алматы облысында дүниеге келген. Алматы облысында көкпар бәсекесі қарқынды дамыды десек болады, себебі бүгінде Алматы облысының барлық аудандарында осы ұлы өнеріміз жақсы қарқын алып келе жатыр. Осы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында Жаркент кентінде осындай бір керемет көкпар бәсекесі ұйымдастырылды. Панфилов ауданы Жаркент кентінде өте тамаша. Осы көкпардың қыр-сырын жақсы білетін жігіттер тартысты. Бертін келе мына Ұзынағаштың бойында, Жамбыл ауданының бойында, Талдықорған маңында, Сарыөзекте жалпы көкпардың деңгейі жыл санап артып келе жатыр. Мінеки сол ауылдарда жаттыққан жігіттерді мінеки салымын көріп отырсыздар. Қазір 6-шы нөмірдегі Алматы облысының шабандозы серкені қазандыққа лақтырған болатын. Өздеріңіз куә болдыңыздар, түспей қалды тура ортасына. Мінеки, осындай керемет салым. Қайыржан Сүлейменов 1988
түрлі жағдай болады. Енді бұл Айбек Болатов болатын. Айбек Болатов та қазір де мінекей қайта шабуылға шыққандығына куә болып отырмыз. Өте тамаша. Енді өздеріңіз білесіздер, Алматы облысының командасы биылдан бастап Үшқоңыр атты атаумен жақсы үлкен бәсекелерге қатысып жүрген жайы бар. Болашақта бұл командадан үлкен үміт күтуге болатындығымыз айта кетуіміз керек. Қарағанды командасы да кезінде осы ел чемпионаттарында үздік құрынан танылған. Мінекей қазір Айбек Болатовтың тақымында Серке. Айбек Болатов бұл 20 жастағы палуан, қадірменді ағайын. 20 жастағы палуанның осындай тамаша өнер көрсетуі бұл көпке үлгі болу керек деп ойлаймыз. Сонымен қатар ұлттық құраманың бас бапкері Қуан Құрамаев мырзаның жақсы бір пікірі бар. Осы Айбек Болатов ұлттық құраманың қатарына кіруге лайықты, әрі ұлттық құраманың намысын халықаралық бәсекелерде қорғайтын шабандоз деп жақсы айтқан болатын. Мінекей сол Айбек Болатовты бүгін көріп отырмыз. Тамаша өнерімен, көбіне құлсарымен өнер көрсететін, қазір көріп отырсыздар, қарагер арғымақпен шабуылға шығуда. Енді барлық азаматтар тамаша. Керемет салым. Өте керемет әдісті жасай білген бұл Айбек Болатов. 1995 жылы дүниеге келген Алматы облысы. Өздеріңіз куә болыңыздар, керемет әдіс тәсілдерді жоғары деңгейде жүзеге асырды. Қазандыққа жақындаған кезінде командалық әріптестері ерекше қолдауын көрсеткен екен. Бұл жерде айта кетуіміз керек. Қадірменді ағайын, Айбек Болатовқа Нұрсұлтан Әбесов, сонымен қатар Ардақ Мырзабаевтың көмегі көп болды. Қазір Серке кіші шеңберде. Серкені мінекей тағы да сол Үшқоңыр командасының мықтылары 3-ші нөмірдегі Елдар Жиенқұлов жұлып алып шыққан болатын. Өкінішке орай Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Қазір ортада жекпе-жек сайысы. Қайыржан мен Нұрсұлтан Қантөреевтің арасындағы бәсекені көріп отырсыздар. Қос бірдей команданың ең үздік деген шабандоздары ортада. Қайыржан енді өздеріңіз білесіздер, Алматы облысына дейінгі осы көптеген сайыстарда жақсы өнермен көзге түсіп жүрген көкпаршылардың бірі. Мінекей қазір Серкені өзі үлкен шеңберін алып командалық әріптесінен бірден көтерткізіп жіберді. Бұл да тамаша тәсіл. Қазір Серке, өздеріңіз білесіздер, жақсы осы команданың мақтанышы Елдос Тілебалдиевтің тақымында. Елдос мінекей емін-еркін қазандыққа жақындаған сәті қарсыластарын қай жағынан келсе де алдап кетуге әзір тұрады. Бұл да елді асқан шеберлік. Астындағы тұлпарда жүйткіп тұр. Қарсылас шақ келтірмейді, алдына жан салмайды. Керемет мақтылығы бар. Оған көмекке келген өздеріңіз көріп отырсыздар. Ардақ тағы да тұлпарын тізгіннен тартып алдыға шығуына мол мүмкіндік жасауда. Серке ойналан сыртына шығып кетті тағы да. Жекпе-жек сайысы. Жекпе-жек сайысында бұл жол кім шығар екен? Енді Қайыржан Сүлеймен көбіне осы бәсекеде намысты қолдан бермейтін. Бұл жолда мінекей Қайыржан, ал Қарағанды облысынан Ғалымжан шығып отыр. Ауысқан екен жекпе-жек сайысына қатысатын көкпаршылары. Қайыржан мінекей мықтылап тұрып тақымға басқан сәті.
Байтор енді өздеріңіз білесіздер, еліміздегі үздік үштіктің қатарына кіретін тұлпарлардың бірі. Осы жекпе-жек сайысында лазер болса, лазерден кейін қазір мінекей аю атты тұлпар бар. Оңтүстік Қазақстан облысында қарагер арғымақ бар. Маңғыстауда да мықты тұлпарлар бар. Ал енді солардың қатарында осы Байторда ерекше өнермен көзге түсіп топ бастап жүрген жайы бар қадірменді ағайын. Өте мықты жекпе-жекке арнайы дайындалған тұлпарлардың бірі. Қазір 3-ші нөмірдегі шабандоз Елдар Жиенқұловтың тақымында Серке Жирен Төбел тұлпарымен шабуылда. Тамаша, әлде болса Елдар ешкімге Серкені берместен шабуылда жүр. Қазандыққа жақындаған сәті қандай тамаша сал. Өзі бірінші түсті, артынша Серкені қоса жұлып алып кетті. Бастысы Серке қазандықтың тура ортасында. Елдар Жиенқұлов қадірменді ағайын, өздерін жақсы білетін жекпе-жектің мықты шабандоздарының бірі, сонымен қатар шабуылға шыққан кезінде алдына жан салмайды. 1991 жыл туған, 24 жаста, тұлпары Күреңбел атты тұлпарымен мінекей атой салды. Сергек шеңберде қазір тақымға басып алып шыққан. Бұл жолы қарағандылық көкпаршы Нұрсұлтан Қантөреевті көріп отырсыздар. Ғалымжан Қантөреев ағайынды Қантөреевтер бүгінгі бәсекеде осы облыстың, Қарағанды облысының намысын асқақтатуға, абыройын асыруға бар күш-жігерін салып жатқан жайы бар. Қазір мінекей Шқоңыр көкпар командасын шабандозы жұлып алып кетті. Алматы облысының мықтысы Анарбай Сариев қарагер арғымағымен қазандыққа бір табан жақын келді. Өз апарар мекен, әлде Айбек Болатовқа тағы да Серкені көтерткізіп жіберер мекен? Көбіне енді Алматы облысының жігіттерінің тамаша тактикасы Серкені бір қолда ұстамайды, ауыстырып отырады, болмаса тұлпарын тізгінен тартып алдыға қарай шығарады. Мінекей қазір Ардақты көріп отырсыздар. Артынан көмегін көрсетуге шабуылдап бар күш-жігерлерін салып отқан Айбек те ортада жүр. 11-ші нөмірдегі шабандоз Самат Жаманғарада мейлінше күш-жігерін салып атойлатуға мықтап күш салуда. Қай-қайсын алсаңыз да осы көкпардың көрігін қыздыруға дайын тұрғандары көрініп тұр. Қазір Серке мінекей Саматтың тақымында алмасып жатыр. Бұл өте керек тактика, себебі көкпарда бір көкпаршы шабандоз Серкені ұзақ уақыт тақымға басып жүре алмайды. Оны барлығыңыз жақсы білесіздер. Себебі командалық бәсекеде жылдамдық қажет, мықтылық қажет, әрі аттардың да шапшандығы өте керемет. Сол себепті жігіттер барын салуда. Қазір мінекей қазандыққа қайта айналып шауып келген Алматы облысының жігіттері тағы бір мәрте салымды Серкені қазандықтың тура ортасына түсіруге әрекет қылып жатқан жайы бар. Ал Қарағанды облысының Сарыарқа командасы тек қана бүгінгі бәсекеде қорғанумен
әрекеттерін жасап жатқан жайы бар. Енді Қарағанды облысын көкпар командасының алдында үлкен мақсат тұр. Осы команданың негізін қалап жүрген азаматтар болашақта осы алдағы 5 жылдың ішінде команданы бұйыртса үлкен жетістікке шығару міндеттері тұр. Мінекей қандай болит әдісін жасаған болатын. Командалық әріптесі Серкені Қазандықтың тура ортасына түсірді. Бұл қадірменді ағайын өздеріңізге мәлім көкпаршының бірі. Айбек Болатов, Анарбай Сариевтің көмегімен мінекей Серкені тура Қазандықтың ортасына түсірді. Енді қос бірдей көкпаршының салымы десекте артық айтқандығымыз емес. Анарбай Сариевті атасақ та, Айбек Болатовты айтсақ та, мінекей қазір Серкені тамашалап тура Қазандықтың жиегіне тастап кетті. Айбек Болатов артынша Анарбай Сариев тура ортасына түсіріп кетті. Командалық бәсеке болғандықтан осындай әдіс тәсілдер көбіне кездесіп жатады, қадірменді ағайын. Серке кіші шеңберде есеп 4-0. Алматы облысының көкпар командасы алда келе жатыр. Шқоңырдың жігіттері аянып қалбатқан жоқ. Көбіне барын салуда мүмкіндіктерін мүлт жіберіп жатқан жоқ әр қадамдарында. Бұл өте керек. Серке ойналан сыртына шығып кетті. Тағы бір керемет жекпе-жек сайысына куә боласыздар, қадірменді ағайын. Жекпе-жек сайысы өте тартысты, қызықты, осы жарыстың көркін қыздыратын кездесулердің бірі. Алматы облысында мінекей Миржан Мәтжан өте жас шабандоз. Командалық әріптесін Серкені бірден алмастырды. Миржан Мәтжан, қадірменді ағайын, Серкені Елдос Лебалдиевқа мінекей қазір құлсарыны мінген көкпаршыға көтерткізіп жіберді. Енді қаншалықты бұл азамат Серкені Қазандықтың тура ортасына түсірер екен. Әят деген сәл ғана асықпай келіп Серкені лақтыру керек еді, себебі артынша командалық әріптестері көп мүмкіндік жасай білді, әрі қарсылас команданың Сарыарқа командасының жігіттері іле салмады. Елдостың тұлпарының шабысына, сол себепті болит әдісін жасағанда Ақылбай Манкеевтің тәсілдеріне көп жүгіну керек сияқты. Себебі Манкеевтің әрбір әдіс тәсілдері керемет жоғары деңгейде жасалынады, асықпайды. Барлығын есептеп, 7 рет өлшеп, 1 рет кезетін сәт. Сондай сәттерде жаңылмау қажет. Тура Қазандықтың түбінде қазір Серке. Қайта шабуылға шықты. Мінекей бұл жолы Сарыарқа көкпар командасы, қарағандылық көкпаршылар шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Әттеген қорғаныс мықты. Шабуылға шығуына мүмкіндік бермей жатыр. Алдын кеспелеп, керек десеңіз тұлпары бауырын жаза алмай жатыр. Бұл да қорғаныстың бір тамаша түрі, қадірменді ағайын. Құрметті көрермен, осыменен кездесудің алғашқы бөлімі аяқталды. Өздеріңіз көріп болғанда есеп 4-0 алда Алматы облысының жігіттері. Мінекей, ол алғашқы кездесудің тамаша бір тәсілдерін қайта назарларыңызға ұсынып отырмыз. Жігіттердің мықтылығы, шапшандығы, Шқоңыр командасының жігіттері барын салған әрекеттерін назарларыңызда. Қайыржан Сүлейменов, Айбек Болатов,
Елдар Жиенқұлов алғашқы бөлімде салымды болды. Алматы облысының командасын алдыға сүйреп шықты. Тамаша тәсілдерімен көзге түсті. Мінекей, өзі серкесімен қоса қазанқын тура ортасына түсті. Қадірменді ағайын, назарларыңызда көкпардан ересектер арасындағы ел чемпионаты бүгін алдарыңызда Алматы облысы мен Қарағанды облысының құрама командалары кездесуде. Сарыарқа және Үшқоңыр көкпар командаларының арасындағы текетірес бәсекенің бастапқы минутынан тартысқа толы болды. Жігіттер барын салуда, әрбір әдіс тәсілдерін керемет жүзеге асыруда. Өздеріңіз куә болдыңыздар. Шабуылда, шапшандықта өте мықты. Есеп 4-0 алда Алматы облысының жігіттері. Қазір мінекей тағы да шабуылға шыққан Үшқоңыр көкпар командасының шабандозы Айбек Болатов. Бұл жолы мінекей Құлсарыны мінді. Енді өте шабуылға шыққан кезінде алдына жан салмайтын, барлық кездесуінде намысты қолдан бермейтін Айбек астындағы тұлпарымен керемет шабуылға шығуға әрекет етіп тұр. Керек десеңіз мінекей өздерінің қазандықтарын тура түбінде тұрып, қарсыластарының әрбір әдіс тәсілдеріне сараптама жұмыстарын жүргізуде. Бұл да керек дүние. Байқасаңыздар, қорғаныстың тамаша тәсілдері бар, әрі шабуылға шыққан кезінде де бір өзіндік ерекшелігі бар. Қазір мінекей Құлсары мен алдына мінекей серкені өңгерді. Қазандыққа өте жақын қалды. Қазір қалай қылар екен? Осы салым тамаша, керемет. 5-0 есепті еселеді. Тамаша, жарайсын. Айбек Болатов 1995 жыл дүниеге келген, 20 жастағы палуан. Байқасаңыздар, бұл жолғы әдіс тәсілі өте керемет, жоғары деңгейде болды. Қарсыластары қалай қылар екен деген тәсілді өте көп күтіп тұрды. Тамаша байқай білді. Нәтижесінде салымды болды. 5-0. Қарағанды көкпар командасының шабандозының тақымында болатын серке мінекей әттеген ай қазандықтың тура түбіне жақындаған кезінде түсіріп алды. Асықпай келіп серкені лақтыру керек пе еді? Қазір мінекей шабуылға шыққан Сарыарқа көкпар командасының жігіттері. Алтыншы нөмірдегі және 5-ші нөмірдегі көкпаршылар Ғалымжан Қантөреев пен Нұрсұлтан Қантөреев ағайынды көкпаршылар. Тамаша салым, керемет. Ғалымжанның салымы алғашқы ұпайды командасына сыйлай білді. Ғалымжан Қантөреев, қадірменді ағайын, өте керемет. Жирен тұлпарының көмегімен
бір ұпайды Қарағанды облысының құрамасына жалпы қанжығасына байлады, мықтылығын танытты. Керемет. Серке кіші шеңберде. Бірақ ойын алаң сыртына шығып кетті. Қазір жекпе-жек сайысына куә боламыз. Байторын шығарар мекен, әлде жирен тұлпарларын шығарар мекен Алматы облысы. Байқасаңыздар, Мейіржан Мәтжан бұл жолы жирен тұлпармен өнер көрсетуде. Жамбылбай Досалиев екеуі өнер көрсетті. Енді Мейіржан Мәтжан бұл Қайыржан Сүлеймен туған інісі. Қайыржан Сүлейменовке Серкені беріп үлгере алмай қалды. Әйтпесе бірден осы кіші шеңберден, кешірмейтінен үлкен шеңберден көтере салысымен бірден команданың белді шабандоздарына көтерткізіп жіберетін. Мейіржан Мәтжанға көбіне осындай тапсырма жүктелетін. Қазір мінекей Қайыржан Сүлейменов Серкенің тақымына басты. Шабуылға шыққан сәті торы тұлпарымен, әдеттегідей байторымен. Қараңызшы, қалай Серкені басады. Әттеген ай, мына жерде Қарағанды облысының шабандоз аты сүрініп құлады. Шабуылға шыққан сәтін көріп отырсыздар. Қайта шабуылға шыққан сәті. Бұл жол енді Серке осы ойынға мықтап күштеп араласуға бел шешкен Елдос Тілебалдиевқа бұйырды. Қаракер арғымағымен шабуылға шыққан сәтін көріп отырмыз. Қазандыққа мінекей жақын қалды. Елдос Тілебалдиев енді көбіне өздеріңіз білесіздер, булит әдісін жасауға әрекеттенеді, және сол әдістерді жоғары деңгейде жүзеге асыруға күш салып жатады. Қазір Серке Нұрсұлтан Әбесовке ауысты. Бұл көкпаршыда тамаша өнерімен көзге түсіп жүрген шабандоздардың бірі. Серке ойналан сыртына шығып кетті. Елдос Тілебалдиев тақымындағы Серкесін қазандыққа жеткізе алмады, бірақ қазір жекпе-жек сайысында басқа көрініс болуы әбден мүмкін. Себебі жекпе-жек сайысында өздеріңіз куә болып отырсыздар. Бәсекенің бірінші минутынан бастап Алматы облысының жігіттерінің мерейі үстем болуда. Бұл да енді аттың дайындығы өте жоғары болуда. Мейіржан Мәтжан мінекей бұл жолы байторымен шықты. Көбіне Қайыржан Сүлейменов шығатын.
қазір өзінің туған бауыры Мейіржан Мәтжанға беріпті. Ал енді Мейіржан Мәтжанның тақымынан Серкені алып шабуылға шығуға әрекет қылып жатқан Елдар Жиенқұлов. Қандай тартыс, өте мықты, жүректі де білекті жігіттердің бәсекесінде әттеген тағы да Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Жекпе-жек сайысы. Мейіржан мен Ерғалы. Тамаша Мейіржан. Мейіржан Мәтжан әбден жекпе-жек сайысына керемет үйреніпті. Қай бәсекесінде болсын, барлығында толығымен Серкені тақымға басуда қателік жоқ. Бұл да керек дүние. Шабуылға шыққан сәті. Қорғаныста мықты. Тағы да мінеки салым салуға әрекет етіп жатқан қадірменді ағайын Елдар Жиенқұлов. Әттеген тағы да Серкені тақымына мықтап баса алмады. Қайыржан Сүлейменовті ұмтылуда. Сонымен қоса Мейіржан Мәтжан, Елдар Жиенқұлов команданың негізгі көкпаршыларының барлығы ойын алаңында. Естеріңізге сала кетеміз, есеп 5-1. Алматы облысының жігіттері алда келе жатыр. Тағы да мінеки қосарлас бірлесіп шабуылға шығуда. Көбіне өздерін жақсы білесіздер, көкпар бәсекесінде, командалық бәсекеде Серкені қазандыққа тура түсірмеу үшін, ойыннан ығыстырып шығарып жіберу үшін, ойын алаңының сыртына Серкесімен қоса шығарып жіберуге әрекет қылып жатады. Бұл өте керек дүние. Ортадағы жекпе-жек сайысына қазір Айбек Болатты шығарыпты. Енді Алматы облысы көбіне мынау бәсекеде намысты қолдан бермеу үшін командадағы жігіттерді қайта-қайта алмастыруда. Соның нәтижесінде тактикада жақсы жүзеге асырылып жатыр. Нәтижесінде жігіттер намысты қолдан беріп жатқан жоқ. Елдар Жиенқұлов мінеки тағы да шабуылға шықты. Жирен төбелімен қарсыластарын тамаша алда үстінде. Енді Қарағанды облысына, Сарыарқа командасына көбіне мына жекпе-жекке шыққан сәттерінде әттеген мінеки Серкені қазандыққа түсіруге шақ қалғанда атынан ер тоқымнан ауып түсті, бірақ
бір қуанарлығы Серкені тақымнан түсірген жоқ. Бұл Елдар Жиенқұловтың мықтылығы. Ауыр соққы болсын, қандай жағдай болсын, керемет. Нағыз жігітке тән қасиетті жасады. Қайыржан Сүлейменов көмекке келді. Қазір тұлпарын тізгінен тартып алдыға шығуына мол мүмкіндік жасауда. Екеуі бірлес, Серкен лақтырмаш, тамаша салым. Елдар Жиенқұлов қадірменді ағайын. 1991 жылы дүниеге келген. Тұлпары Күрен Төбел, Алматы облысы. Керемет. Сергек шеңберде. Қазір командалар дайын болса, бәсеке жалғасын табады. Қарағанды облысының шабандозы Серкені тақымға басты бұл жолы. Намысқа тырысуда жігіттер Ерғалы Өсербаев. Алматы облысы жігіттері қай жағынан болса да Серкені жылып алып кетуде. Бұл да өте керек дүние. Қорғаныста барлығы жоғары деңгейде, осындай сәттерде ғана жүзеге асырылады. Мінекей қадірменді ағайын, өздеріңіз куә болғандай осыменен кездесуде өз мәресіне жетті. Бәсекенің бірінші минутынан намысты қолдан бермеген Алматы облысының жігіттері барын салды. Әрбір әдіс тәсілді жоғары деңгейде жүзеге асырды. Бұл да өте керек дүние. Осындай жетістіктің арқасында бүгінгі кездесуде Алматы облысының жігіттері келесі айналымға шықты. Есеп 6-1. Тағы бір назарларыңызға ұсынамыз. Кездесудің өте тартысты, тамаша сәттерін. Тағы бір атап өтерлік жайт, қадірменді ағайын. Қайыржан Сүлейменов, Айбек Болатов, Елдар Жиенқұлов. Сонымен қатар бүгінгі бәсекеде осы командада жақсы нәтижелі өнер көрсету үшін Ержан Мәтжанның көмегі көп болды. Ал Қарағанды облысынан Қантөреевтер, Ғалымжан, Нұрсұлтандардың әрбір әдістері жоғары деңгейде жүзеге асырылды. Осында ерекше кездесуде барын салған жігіттер намысты қолдан бермеді. Тамаша, мінекей қазір Елдар Жиенқұловтың біз ерлігін көріп отырмыз. Ал қадірменді ағайын, мен келесі аптаға дейін көріскенше күн жақсы болсын деп хабарымызды аяқтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әрдайым көкпарда тұлпарымыз сүрінбесін.